Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Менің айтайын деген кім Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңғыз көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуатов Бауыржан. Менің айтайын дегенім кім неде осы үйде тұрғандар салық төлеп тұру керек. Солай қарау керек. Мысалы, Света туған сестра апамыз қызы ұлымен тұрып жатыр ғой енді. Енді ол жалпы арасында әйтеуір 20-30 мыңға ма продукт алып келер, 20-30 мың теңгеде. Мысалы, қалған кездерде мысалы жаңағындай ай сайын не жүріп жатыр бұл жерде? Тоғың бар, газың бар, суың бар, налоговый платеж бар. Солар ай сайын жүріп тұр. Олар дейтін жалпы төлем жасап тұру керек бұлар. Олар төлем жасамайды, олар түсінбейді. Қызылы енді сонда ұлым білмеймін, енді қыздары ондайлар түсінбейді. Мысалы, ол дейтін төлем жасап тұру керек. Төлем жасағанда сөйтіп налоговый платеж болу керек. Төлем жасап тұру керек ай сайын. Олар төлем жасамайды. Кеше мысалы мен тоқтың өзіне төледім. Кешейді батарейканы қоспай қой деп едім, ана жаңағындай қыздыратын. Соны қосып қойғанға 38 мың теңге төледім. Бір айға 38 мың теңге төледім тоқтың өзіне. Газың бар. Газге төледік мысалы. Бұлар сөйтті, бұлар жүре береді. Сөйта сестралар. Сестра туған қызы ұлы енді ол біліңкіремейтін шығар, енді ұлы деп айтуға сәл бір түрлі. Енді солар жалпы төлем жасап тұру керек. Мен төлегенде кешегіде мен өзім ай сайын төлеп тұрмын мысалы. Олар дейтін ойламайды да жаңағындай төлеп отырған білмейді. Сосын өзімнің нағашы әжем, Талшын әжем пенсия алып отырған Өзбекстан Республикасы Қоңыратгородта совхоз ауылында тұрып жатқан Әбубәкір көшесіндегі 20 үйде тұрып жатқан нағашы әжем Талшында пенсиясынан салық төлеп тұру керек. Ол дейтін учетқа тұрып алған, менің атымда болған үй. Өткенде сол жалпы менің атымнан не қылып, қазір менің маманың атында үй. Сол енді төлем жасап тұру керек. Жалпы ай сайын ондай зат жоқ нағашы әже, Талшын әжемізде. Ол пенсияны алады да болды. Ай сайын неше айлап уже тұрып жатыр, неше жыл болды тұрып жатқан. Олар пенсияны алып алады да Өзбекстан Республикасында. Кейін бір күндер келеді, визалары өткеннен кейін Қазақстан Республикасына деп. Ол учетта тұрып жатқан осы жерде жаңағындай, осы жерде учет Қазақстан Республикасының азаматшасы, нағашы әжем Талшын.
ол төлем жасау керек. Оны айтсаң, оларды жақтырмайды, біздер айтсаң. Төлем жасап, осылай, пәленше немерем, немесе менің маманы айтып, қызым, сенің үйінде тұрып алып, учетта тұрып жатырмын, пенсия алып жатырмын. Мен саған төлеп тұрайын, ай сайын саған салық нем болсын, төлеп тұрам, услугам болсын деп төлеп, ондай зат жоқ. Бұл барады да алып кетеді, болды. Ондай төлем дейтін зат жоқ, ондай адам білмейді. Мен сол айтайын едім. Мен баяғыда ойды нағашы әже Талшын әжемнің үйіне, сол Қоңыратгород колхоз ауылында Абубакир көшесі 20-ші үйде 3 жыл ма колледжде оқыған. 3 жыл колледжде оқыған. Ол кездерде жалпы жүргем. Бұлар дейтін жүргенде де жалпы ол кезде де құр не болған жоқ, жалпы төлем жасалуға болатын кездерде болған, төлем жасайтын кездерде. Олар дейтін төлем жасап тұру керек. Мысалы, сондай төлем услугалары болу керек. Оны айтсаң жақтырмайды, мысалы. Олар Жібек апа, нағашы әжем, Талшын әжемнің қызы, менің маманың сіңлісі. Олар соны айту керек, Нағима апалар. Олар ондай зат жоқ. Төлем жасау дейтін затты білмейді. Келеді, тек учетта тұрып, сол ай сайын ол неғып тұр, мысалы, учет нелерін налоговый платеждер жүріп тұрып. Төлем жасап тұру керек. Менің айтайын дегенім сол бұл жерде. Ондай зат жоқ, төлем жасау дейтін. Ол дейтін сол сондай болу керек. Мысалы, сол баяғыда біздерде жүргенбіз, сол жүрген кездерде де, Қоңыратгородта жүргеннің өзінде де, сол кезде менің мама Ташкенова Дариға төлем жасап тұрған. Ақша төлеп тұрған жалпы. Қазақстан Республикасына жұмыс істеп, ақша жіберіп тұрған. Менің балам оқысын, не қылсын деп ақша жіберіп тұрған. Сол кездерде Өзбекстан Республикасы армиясына кететін болып, Қазақстан Республикасына келген керек жылдамдап. Вообще мамаға керек болып жатсын деген сияқты, сол кездерде тез сол кездерде бір айлық армияға кеткенбіз. Өзбекстан Республикасынан. Қазақстан Республикасына келіп жұмысқа тұру керек деген сияқты сондай кездер болған. Сөйтіп Өзбекстан Республикасында Мұратбай жерде Жібек апаның күйеуі сол кезде 5.000 теңге берген. 5.000 теңге дейтін сомға шыққанда разы көптеу ақша. Сол сумманы олар дейтін азғантай суммасын беріп, маған Өзбекстан Республикасы армиясына кетіп қалған. Сол кезде азғантай суммамен. Таңертең сол кездерде кеш қалдым ба сағаттарына, сол кездерде таксимен отырып барған есіне армиясына, Өзбекстан Республикасының бір айлық МПРге барып, сол бір айлық армияны бітіріп келгем. Сөйтіп бір айлық армияны бітіріп Қазақстан Республикасына келгенбіз. Сондай болған ситуациялар. Болмаса мен бір жылдықта да жүреме болады. Сонымен үйдің іштері кел деп жылдамдап бір айлық болса бір айлығын бітірді. Содан кел жұмысқа тұрып кет деген сияқты сондай кездерде сөйтіп кеткенбіз жалпы. Сол әрі істедік, бері істедік, Қоңыратгородқа қатынап жүрдік біздерде Өзбекстан Республикасына сондай болған. Сол Өзбекстан Республикасына қатынап жүрген кездерде сол айтып өткеніміздей бір Өзбекстан Республикасы болып жұмыс істеп жүрген кезімде Қазақстан Республикасында
Маңғыстау облысы Ақтау қаласында жұмыс істеп жүрген кездерде сол Өзбекстан Республикасы деп Оралдың Сарыағашта істеп жүрген 22-ші мекенжайында. Сол кезде істеп жүргенде Өзбекстан Республикасы деп паспортымен қай жердің азаматысың деп сұраған, жаңағы полициялар ұстап алды. Сол кездерде жаңағы кім полициялар, Қазақстан Республикасының полициялары жаңағы неден екені атын еді. Жаңағындай бір жердің жаңағы полициясы атын еді. Жаңағындай виза беретін, виза басатын жердің полициялары келіп ұстап алып кеткен. Сол кезде жұмысшылар болған менімен қатар. Ол ер, қыз, әйел, адамдар. Сол кезде мені ұстап, бір жылға Қазақстан Республикасының полициялары бір жылға Қазақстан Республикасына кіре алмайтын қылып черный списокқа жіберген. Сөйтіп Өзбекстан Республикасына бір жылға Қоңырат город Нағашы әжем, Талшын әжем үйінде бір жыл болған. Сөйтіп бір жылдан кейін өтіп, черный списоктың біткенсін келген Қазақстан Республикасы. Сөйтіп Қазақстан Республикасы азаматтығын алған. Сондай болған. Жаңағы нелерде Өзбекстан Республикасы деп жаңағындай паспортымда не алып баспастан. Сол кезде кейбіреулер келісіп шығып кеткендер болды, кейбіреулер қалды, сондай болды. Сол кездерде бешпирамник па сондай дейтін жерге барып, мен қолымда сағат болған. Қазақстан Республикасының полициясы сол кезде сағатымды тартып алған. Сағатты берген де жоқ. Ол полицияда да өзінше жаңағындай заң бұзушылық, құқық бұзушылық істегісі келді. Өзінше жаңағындай әңгіме айтқысы келді. Ол кезде де нетілші прокуратураға хабарласамыз деп сөйтіп содан шыққанбыз. Сондай ситуациялар болған. Менің айтайын деген сосын жаңа Қазақстан Республикасы Батыс өңірлік Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 3502 әскери бөлімі. Мен әскери қызметші болып жұмыс істеп жүрдім ғой. Қызмет атқарып. Сол әскери қызметшіде ол дейтін бар емес пе, киім бар емес пе, киім форма үлгілері. Форма үлгілері ол дейтін жаңағындай краскасы кетсе, жаңағындай краскілері жаңағындай нашар көрініп жатса, олар дейтін формаларын ауыстыру керек, 2-3 формадан беріп тұру керек. Деп сырттан қараған кезде рабочий формасын беріп қою керек, жаңағы 2-3 форма ауыстырып киетін болу керек. Сырттан қараған кезде ол ер, қыз, әйел, адамдар формасы жаңағындай краскасы кетіп жатқан, сондай болмау керек жаңағындай. Или жаңағындай ескі сияқты формалар деген сияқты сондай болмау керек. Сондай болу керек олар. Сөйтіп ауыстырып тұру керек. Етігінде сондай ауыстыру керек. Оларды айтсаң, олар дейтін жақтырмайды. Оларға үндемеу керек. Сондай болу керек меніңше. Сосын жаңағы әскери қызметшіде істеп жүрген лауазымда капитан мырза болып жүрген, басында кейін майор болып тағайындалған Нұрпейіс Мәди. Ол дейтін, сен заңды бұздың, пәленше түгенше лауазымы, аты жөні деген сияқты Қуаты Бауыржан, сен осындай деп айтқанда, алдын ала ескертіп айтқанда, сен ертең жұмысқа тұруыңа кедергі болуы мүмкін, әскери мемлекеттік органға кіруге кедергі болуы мүмкін деп айтқан кезде, мен сол кездерде жаңағындай басқа мемлекеттік әскери бөлімдерден қызметтік қарап, жұмыс қарап, сөйтіп істейтінен ауыстырып жіберетін мүмкіншілік бар еді. Сол кезде көмеяға хабарласқанда аэропортта жұмыс бар, оның көлік қатынастары жақсы. Өйтіп ана жерде такси сияқты жаңағындай ол жерде жаңағындай жүрмесін деген, такси қатынастары қиын. Таксилер өздері алып барып келеді, өзің тек ауыстырып жібере қоясың деген. Сондай болу керек.
мен сөйтіп ауыстырып жіберетін едім. Сондай такси қатынастары жақсы болса, өзі жаңағындай жұмыс баптары нормально болса, оны ауыстырып жіберетін едім. Ол дейтін жаңағындай деп барғанда печать ұрып жіберген болды деп шыға берді. Өзі біліп алып мені шығарып жіберіп тұр. Ол енді менің жұмысыма кедергі жасап, менің аяғымнан шауып тұр. Енді қараңыздар, енді олардың істеп отқандары. Сол жағы басшылардың істеп отқандары, бер жағындағылар бәрі сол істеп отқандары. Демек, олардың ауыздары бір, сол аяқтан шалып көре алмай, сөйтіп аяқтан шалып жіберген. Олар на самом деле солай істеу керек. Мен солай айтайын дегенмін сендерге. Сөйтіп қарау керек оларды. Сөйтіп жаңағындай ай сайын тоқ, газ, светің жүріп тұр, суың жүріп тұр, налогың жүріп тұр. Солардың бәрін төлемдерін жасап тұру керек. Төлемдер жасау үшін мынандайлар жаңағындай, осындайлар аяқтан шалып көре алмай жүрген ол ер, қыз, әйел, адамдары. Аяқтан шалып. Солардың бәрін ретке келтіру керек, олардың бәрін ретке істеу керек. Олар сол жағы көре алмай, я жұмыс бере алмай, я жұмыс істете алмайды, жұмыс істесең көре алмайды, я сөйтіп жүрген ол ер, қыз, әйел, адамдары. Алдын бірінші дейтін, басшы дейтін, жұмыс беріп, сөйтіп істететін жар, жұмысқа қабілеттігі болса істететін жар, содан кейін қарайтын жар оны. Ондай зат жоқ, жаңағындай. Ол дейтін бір сайманда біріне жоқ олардың істеп отқандары. Я жұмыс істесең көре алмайды, я жаңағындай көре алмай, жаңағы таксилер анандай қылып жүреді. Бұл жерде сондай пыты деп жүрген ол ер, қыз, әйел, адамдары. Ол дейтін солай істету керек. Әскери қызметшілердің формасы сөйтіп ауыстырып кию керек. Сөйтіп көрейік, сырттан қараған кезде ол ер, қыз, әйел, адамдары қалай күлеткен. Ешкім күле алмайды. Дені сау ер, қыз, әйел, адамдары. Күлсе де өзі үшін, өзі ұялғаннан күлуі мүмкін, өзіне өзі күлуі мүмкін. Дені сау емес те, ол ер, қыз, әйел, адамдар оларға енді дені сау емес болғасын, олар енді өздеріңіз түсінесіздер. Меніңше солай болу керек. Сөйтіп істету керек оларды. Мен туған брат Әлімжан аға да ол да кеше жақында қалада тұрып жатыр. Қалада тұрғанда қалаға кетті, үйленді ол да рас үйленді ме, өтірік үйленді ме, әйтеуір қалада тұрып жатыр. Оларда не істеп жүргендерін жалпы сондай болу керек. Сөйтіп үйге келетін жағындай мен деп келетіндерге сөйтіп қарау керек оларды. Бұл жерде Әлімжан туған ағада жағындай төлем услугаларын реттестіріп жұмыс істеп сондай қою керек. Менің кенжесі Бауыржан балам. Сөйтіп қарау керек оларды. Сөйтіп жағы Қоңыратбай дейтін әкесі бар екен. Қоңыратбайдың туған інісі Сәрсенғали деген інісі бар екен деген сияқты. Бауыржан дейтін кенже ұлы бар деген сияқты. Сөйтіп танып кететін ол ер, қыз, әйел, адамдар болады. Солай істету керек оларды. Олар дейтін ато дейтін, олар дейтін бір займанда біріне жоқ, жаңағындай келіп салық жұмысты істеді, әңгіме жоқ. Салықтың төледі. Сен жұмыс істетпей тұрып жаңағындай көре алмай, ол жерде жаңағындай сөйтіп жүретін ол ер, қыз, әйел, адамдар болса, сен қайдағы басшы? Сен вообще просто жаңағындай аяқтан шалып жүрген ол ер, қыз, әйел, адамдар деген сияқты сондай. Басшы дейтін істетіп жіберу керек осылай.
мысалы Өзбекстан Республикасының, мысалы мен нефтегаз колледж Буренияны бітіргем. Буренияде олар дейтін алу керек. Мен мысалы мамандығы осылай деп алу керек категорически заң жүзінде Қазақстан Республикасының істеп жатқан кезде. Қазақстан Республикасы өткенде Буренияде істегенбіз. Буренияде істегенде жаңағындай Қытай ұлты ұлы адам бір адам ғой, сол айтқан жаңағы қазақтар сендердің бастарың жасамайды деп айтқан. Ол басшы сол сөйтіп айтқан Қытай. Ол қытайлар сол жаңағы талтайып жүргендер Қазақстан Республикасына келіп бақтыға кіріп алып буренелердің алып жүрген ол ер қыз әйел адамдар. Олар дейтін біздерді Қазақстан Республикасына алу керек. Оларды айтсаң жаңағындай ол жерде жаңағындай бақытсызда драка, төбелес. Олар дейтін охрана күзеттерді қою керек бақтысына. Сөйтіп қарау керек оларды. Сөйтіп жаңағындай қайсысы жаңағы өзінше жаңағы геройлары бәрі жаңағы қылмыскерлер бәрі өздері шығады жаңағындай. Сөйтіп жаңағындай сөйтіп істету керек. Олар дейтін көре алмай бақытысында да көре алмай. Анау ана жерден келдім дейді, мына жерден келдім дейді. Бата деп жүрген ол ер қыз әйел адамдар. Біреу Түркменстаннан келдім дейді. Біреу Ақтөбеден, біреу Ақтаудан, біреу Маңғыстаудан, біреу Оралдан, біреу Қызылорда. Бәрі бардак жаңағындай. Ол жерге қарамайды дейді. Жерге ешқандай жерге қарамайды дейді. Жерге қарайды айтып жүрген сөздері. Мен мына жердікімін, мен мына жердікімін, мен мына мемлекеттікімін деп айтады. Солардың өздері жаңағындай алалап сөйтіп жүрген ол ер қыз әйел адамдар. Сөйтіп біз олар айтқасын біздерде туған жеріміз осы, біздерде осындай деп айтамыз. Мен сол айтайын деймін сендерге. Солай болу керек. Сөйтіп реттестіру керек оларды. Хиуа ханы қуаты Бауыржан Қоңыратбаевич. Қоңыратбайұлы Бауыржан. Кейде былай айтамыз, Керұлы Бауыржан деп. Ұлты қазақ, кіші жүз тарақты табын ноқтағасы, табын шөмішті қара қойлы қоңыр ноғайыр, ұлы табын шөмішті парсы Бауыржан, биік Бауыржан, Хиуа ханы деп айтып өткенімізде жаңа айттым ғой. Түркістан Арыстан баб Бауыржан, биік Бауыржан, ұлы ер адам, табын руы жоғарыдағы. Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері Қоңырат город. Дәуіт табын шөмішті Қарақойлы Лабақ руы батыры ұлы ер адам мазары. Қоңыратбай әкесі туылған жері Бауыржан, биік Бауыржанның. Қоңырат город микрорайон 918 улица Кара деп былай айтамыз. Карақалпақстан бірінші подъезд, бір подъезд 2 этаж 10-ға 20 квартира үй. Бауыржан, биік Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан, биік Бауыржан. Осылай болу керек. Жалпы әскери қызметшілерді сондай жаңағындай формаларын ауыстырып сөйтіп кию керек олар дейтін. Сөйтіп жаңағындай сөйтіп қою керек оларды. Қайсы әскери қызметшіге келетін көрейік. Сол өздері жаңағындай шығады. Преступник және тағы басқалар. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан, биік Бауыржан.